Достар, сәлем, сендерге бүгін турникта бір қолмен қалай шығуды үйретемін. Ең бірінші жаттығулар. Ол турникті ұстаймыз да, одан кейін тартылып, флажокқа былай тұрамыз бір қолмен ғана. Қай қолдарын күштірек, менікі мысалы оң қол, онақаймын. Сол қолмен шығамыз. Міне осылай. Осылай міне қолымызды осылай саптырып, максимально тұрамыз. 5 подходтан максимально тұрамыз. Қолымызды жіберсек те болады осылай. Одан кейін 5 подход істегеннен кейін екінші қолға ауысамыз. Сол қолмен тартыламыз және фло жаққа тұрамыз. Осылай. Нәйжем ақырын ғана болай көмектесуге болады бір саусақпен. Он 15 секунд тұрып, одан кейін қайтып түсеміз. Так. Сосын мысалы міне бұлай тұрғаннан кейін турникқа бір қолмен шығу. Осылай. Одан кейін кішкене оң қолмен басамыз бұлай. Одан екінші қол шығарамыз. Міне осылай. Осы жаттығулар істейміз. Сонда бір қолмен турникқа шығу болады. Ал екі қолмен шығу 3 жаттығу бар. Бірінші жаттығу ол турникқа тартылу кеудеге дейін. Мойынға дейін емес, кеудеге дейін. Мен қазір қатты істей алмаймын. Не бұлай? Одан да мына жерге дейін істеу керек. Мен және мына жерге дейін істедім. Екінші жаттығу турникта отжимания. Бағанағыдай қалай шықсам болады. Әртүрлі шыға беріңдер. Турник мына жерде тұрады. Одан кейін сендер отжимания істейсіңдер турниктің үстінде. Міне бұлай. Міне осылай. Отжимания турникта. Бұл біздің трицепске күш түседі. 2, 3, 4. Үшінші жаттығу ол турниктен ақырын түсу. Осылай мініп, турниктен ақырын түсеміз. Бұдан да ақырын. Менікі просто айналып кетті де несі. Ақырын 5 секундтай түсу керек. Осы жаттығу 3 жаттығу 2 қолмен шығу үшін. Ал бір қолмен шығу үшін бағана айтқан флажокқа көтерілеміз де, одан кейін осылай ұстап тұрамыз. Одан кейін толық міну үшін кішкене басамыз да, екінші қолды шығарамыз. Одан кейін бағана отжимания турникта. Осы жаттығулар. Егер де видеом пайдалы болса, астына комментарий жазыңдар, лайк басыңдар, арнаға тіркеліңдер. Және де менің Instagram парақшама жазылыңдар. Онда көптеген фото, видео және де мотивациялық сөздерді көре аласыңдар. Сендермен болған Райымбек Ералы, сау болыңдар. Stiffen up that upper lip, little lady. I told you that he's here to hold you through the night.